Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл неге нақ бағдарламасы? ЛГБТ індет пе? Еркек шора қыз, қыз теке еркек. Екі жарты бір бүтін, бірақ іші түтін. Олар бар, байқамауға тырысамыз. Амалғанша қоғамды бөлісуге мәжбүрміз. Мен ойымша бұл ауру. Возможно. Нормальный жігіттер сияқты емес. Мен өзімді не только Қазақстанда, мен только өзімді бүкіл осы жер бетінде жалғыз осындаймын деп ойладым мен. И мен аурумын деп ойладым мен. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? 2013 жылы депутат Алдан Смайыл Қазақстандағы гейлер саны 240 мыңнан асатынын тілге тиек еткен еді. Оның ішінде 20 гей-клуб Алматы қаласында, 4 гей-клуб Нұр-Сұлтан қаласында деп айтқан еді. Дегенмен арада 7 жыл уақыт өтті. Ол кезде доллардың курсы 180 болатын, ал қазір 430. Мүмкін еселенген шығар гей-клубтар. Хватит это терпеть! ЛГБТ гейлердің өз сайты бар. Өзекті мәселелерін, өз мүдделерін қорғайтын сайт авторлары күннен күнге оқырмандар саны көбейіп жатқанын мақтанышпен айтты. Бұлар ертең телеканал ашамыз деп жүрмесін? О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Ел бейбіт шеруге еңсесін тік түзейміз деп барған кезде денесі есек, ісі харам, не еркек, не ұрғашы екенін білмейтін белгісіз біреу байбаламға салды. Это наше молчание, согласие, молчаливое. Мынаны ұрған жігітті красавчик дегеннен басқа сөзім жоқ. Сен келесіде дәл осындай гейлер алдына шығатын болса, Қуат Найманды өзімен бірге алып ал. Қуат Найман мұрнын бет, жүнінен жүн көрпе етіп, келесі жолы анау таяқ жеген адам аяқ астынан дезинфектор болып кетпесін. Түсініңдер, біз осындаймыз, бізді осылай қабылдаңдар деп айтудың керегі жоқ. Біз оған қарсымыз. Біз оны ешқашан қабылдамаймыз, біз оған көнбейміз ешқашан. Неге нақты осындайлар елімізде көбейіп барады? Осындай адамдарға неге Қазақстанда қатал бір заң жоқ? Бірақ қайдан заң болсын? Жоғарыдағылардың өзіне де көгілдірлер көп деп жатыр бұл. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Біз аталған тақырыпты зерттей келе бір жақты көзқарасты ұстанғымыз келген жоқ. Таразының екі басын тең ұстағымыз келді. Сұлулық сайыста талай сұлуларда жолда қалдырған еркек Дягилев Илаймен сұхбаттастық. Неге жігіттер нәзік жанды болуға ұмтылып жүр? Сұхбат осылай өрбіді. Он открытый гей. А это Адиль. Адиль тоже он гей. Мучи гей. Адиль. Но они все геи. Просто они об этом не кричат, не орут, то, что мы геи. Ну, все не так, все это знают. Это же бред. Ну ведь бред, послушайте, что вы несете, что... Еркектің әйел болып шыққан образымен сіз көгілдір болуға халықты шақырғандай болған жоқсыз ба? Және бұл тапсырыс болған жоқ па? Гейлердің. Так, можно еще раз? Я просто себя почувствовал, как этот спецагент гейлердің спецагент. Сондай сайттары бар екен жоқ олардың. Да? Сайттар бар, көптеген. Я первый раз слышал. Статьялар жазылған гейлер жайында. Өздерінің тағдыры, брат. Ничего себе, блин, жоқпын. Из-за этого вот этот вопрос. Кстати, я это там видел, брат. Меня видели там? Да. Это была чисто моя идея. Вот, это ничей заказ. Абсолютно нет. Я сделал на самом деле это совершенно случайно, можно даже сказать, потому что была такая идея, то, что мы поспорили с друзьями Достармен. Я сказал то, что сейчас наши девушки выглядят, ну, как все. Потому что наши казахские девушки, они сами по себе очень красивые. Вот, но они почему-то
смотрят зарубежные сериалы, фильмы, думают то, что если я накрашусь, ну, как звезда какая-то, то я буду выглядеть так же. Но они не понимают то, что макияж, он как бы предназначен, чтобы подчеркивать твою красоту. И я хотел показать нашим девушкам, что в принципе даже сейчас парня накрасить, и я буду тоже красивым по вашим меркам. Красота — это не только внешняя, но и твое внутреннее состояние. Ну, на самом деле, вот тему геев, да, вы сейчас затронули. Есть такие геи, которые, знаете, прям пропагандируют демонстративно, да, там, кричат, вот я гей, там, карандер. Вот это на самом деле раздражает, они провоцируют общество. Вот. Если ты гей, ну, окей, будь геем. Всем все равно, халкат, бербер, гейсимба, геймесимба, всем все равно. Просто не нужно об этом кричать, об этом демонстративно провоцировать. Если ты хочешь такой образ поддерживать, жить так, переезжай в Америку. Да? Ты не в том обществе, ты не в той стране живешь, где об этом принято делать. Вот. А наши вот эти вот ребята, они просто хотят сломать систему. В моей профессии, в фэшн-индустрии, я встречал очень много геев. В моей сфере очень много геев. Поверьте, они очень образованные, они очень культурные, они много всего добились в обществе, но они не кричат об этом, они не говорят об этом. Это их внутреннее состояние. А вот то, что делают в Инстаграме, это все шоу. Сонымен қорытындылайық. Илайдың айтуына қарағанда, гейлерге ешкім материалдық не рухани қолдау көрсетпейді. Неге нақты онда официальный сайт ашылған? Остановитесь! Табиғат заңдылығына толы қарама-қайшылықтар ішінде қарама-қайшы пікір бар. Білектің күшімен, найзаның ұшымен келген қазақ даласын мекендеген батырлардың ұрпағы неге бүгін күнге айналып барады? Бұл бүгінгі күннің мұңы, мұны кімге айтамыз? Айтпасаң тағы болмайды. Жоғарыдағы беделді азаматтардың арасында да гейлер өте көп дейді. Қорқасың.